Казанга чогулуп бирге жаккан отулук, акак булак шылдыраптан Алтайрага кошулуп, гүл уругун жаңачып, күн түн менен жанашып, Навырыс деген сөз эмес, жаңырыс деген жарашып, эбегейсиз ырыскы элчиликтин күнү экен, Теңир өзү буйругана теңчиликтин күнү экен. Топурак торусуп жериип, тоң жарылган күн экен, жер суу менен аралаш, жеңи жоктун арбагың эй оодарылган күн экен. Кара жер бошоп казыкты кага турган күн экен, калкым мындан ынтымага таба турган күн экен. Эмиң айтканда сөздүн аныгын, акылдын ойлоп азыгын, акындар ырдап кагалдың эй айтыштын алтын казыгын. Кезинде биздин бабалар керенейин тарттырып, кереметин арттырып, сурунайын тарттырып, Сурайылдай кыздарды суу бойлото бастырып, ат буту жеткен жерлерге аземдеп кабар айттырып, ага саба кызыл туу аягын жерге кактырып, апай бетке салкындап ат желдире бастырып, көпчүлүктү жыйнатып да көңүлдөрүн ачтырып, көк жалдарын чогултуп, көк бөрүсүн тарттырып, бар күлүктү чубатып, байгесине чаптырып, колоктоп басып жүрбөй деп, коноктун камын үйрөн деп, жаш балдарды шаштырып, халкка бата бергин деп, карыясын баш кылып, асылзадаң айымдар ар бир ишин так кылып, ак таңдайлар жарайтыптан агайынды шаттыдып, халктан алып батаны казан толоң аш кылып, кара жагырчылар калайыкты шаттыдып, ойноктогон эрендерден ордону жарак аттырып, кызыл курт жеген элдерден кыйла жакшы болуп тура кыргыздар көргөн жакшылык. Эми көргөндө сендей боорумду менин көңүлүм сүйөт жактырып, оңутун таап айта бер, оюңа сөзүң маш кылып, өнөрдүн асыл тизгинин өзүңө турам тапшырып. Бисмилла, сөз бастайын сабыр менен, кайнап тур Кудай берген канымды өлөң. Ассалаумағалейкум кыргыз эли, Ерманастың колундай дәвірлеген, улустың улуу күнү кутту болуп, бау-бакшаң жайнап өссүн багың менен. Салтанатты Сарыаркам сәлем айтты, кауышкандай бар казак бәрің менен. Мисалы ердің эки капталындай, ашып келе жатыр ғой багыңды өлөң. Комуз бен домбырасын колуна алган, акынды атасындай кадырлеген. Жорга менен жүйрүктү бир жаратып, аламанга ат коскан кауым менен. Көкпар тартса болатын такымы бир, айтысканда болатын акыны бир, бирлигиңди тирлигиң мәлім деген. Кайнаган дүниенің базарында, жайлаган тасымды өлөң, тауымды өлөң. Тарихтың актарсам парактарын, тагдырыңнан жазылган тәлім көрөм. Окусам таска баскан таңбаларды, күлтөгүммен Барысбектің багын көрөм. Комуз бен домбырасын колуна алган казак менен кыргыздың шалын көрөм. Алатауды жайлаган эки ауылдың, карасам касиетинин бәрін көрөм. Кыргыз менен казактың байрагынан азаттыктың арайлы таңын көрөм. Жең жоктың тойында сондуктан да жаркылдап сөз бастадым жалын менен. Эй, биз кандай ынтымакчыл калык едик, кызганбай жалгыз куртун жарып жеген.
Ей, ақынбыз қызыл тілмен кен дақтарған, тағдыры құтылмаған торғақпаннан, жыршылары жұртының бағын ойлап, толағай жыр туғызған толғатқаннан. Ел бербек ескі досым есенбісің, өзіңдей жүйрігімен ел мақтанған. Астанада өзіңді танитұғын, сұлу қыздар сәлемін жолдап қалған. Жеңі жоқ баба тойы құтты болып, еңбектерің жансекен елге атқарған. Одақтасып қырғыз қазақ бір жатқан ел, орыс кеп киліксе де оң қапталдан. Ақ жүрек достығынан айнымаған, өзіңдей бауырыммен мен мақтанғам. Қазақ қырғыз тәуелсіз ел бүгінде, сақтасын Құдай енді сорлатқаннан. Жасасын Ерманастың марғас келі, Алтайдан кеп Алатау орнап қалған. Ей, Қоқан мен Қиуаның ортасында отан мен оттың басын қорғап қалған. Ей, ел бербек жігіт едің жөні қандай, тәтті жырың таңдайда еріп балдай. Пейіліміз не деген әппақ еді, ұлыстың ұлы күні жолыққандай. Бәл былтыр Астанада айтысы бек, Алла деп құбылаға беріп маңдай. Ал бүгін кең Бішкекте кездестік ау, тілекті бір арнада тоғытқандай. Берекеміз айтыспен ажарланған, берекеміз бауырым берік қандай. Келекеуіміз сыйлайық елге қызық, алдамшы уақытқа сеніп қалмай. Аттың басын тізгінді қолың алып, жіберші жандай болмай торыққандай. Ей, асыл жырды төкшенді атаң құсап, мысалы мыстан алтын қорытқандай. Айналам дәулет керейін, аталардың салғанан, аның айтып саға берейін. Урматту дәулет керейін, ұлыларым кеп айтқан, ұзанып саға берейін. Ырас қазақ қырғыз бір туған, кендік кесіп кір жуған, далайдан бері келген ел. Алышам деген дұшманды адедірбей жеңген ел. Ырысқысын насибін мұнан күрменен төгіп берген ел. Емі бұл қазақтан кім өткен, қара шулы бейдібек, қасиетті шер өткен. Қара тоды қалыптыр, қара бурадаг өткен. Жан бүткенге жеңілбес, жалан төстей жан өткен. Мұрастарын қалтырып та Мұхаммед Хайдардаг өткен. Андан бері қарасаң, асан қайғы қаз туған, аламда қанша ырчы бар, екеуіздей сынчы бар, бірақ андайдың ене аз туған. Андан бері қарасаң, Аралбай менен қачаған, артықша туған атадан, артында сүгір жырауы, ардағын жұртқан атаған. Мәдәлі қожа Шортанбай, қазаққа жанған шолпандай, майлы қожа құлыншақ, самағаны оңтүстік, санаттары бір құчақ. Ақындар өткен қазақтан, Ұлбике Сара сияқты, әйелден артық туылғандан, асылдар өткен қазақтан. Ошо біздің бабалар санағаның сарчақа, қиын болсын девеген, сана түшіп башыңа, қиын болсын девеген, ойлағаның он күндік бұйым болсын девеген, омап кетіп башыңдан, қиын болсын девеген, сандырағы батыштың ырың болсын девеген, сақсаңдағың алардың бейің болсын девеген. Үрейіңді ұшырып, үрген етін тұқырып, үстіңірден башқалара қиын болсын девеген. Айланам дәулет керейін, андан ары сұрасаң, дағыдан айтып берейін. Ұлудан ұлы туылған, ұзын ақын өзіңсің,
өңпегін сұрасам усул ақын өзүнсүң ошолордун баарыдыр сөзүңдөн турат байкалып акындар жакшың айтканда кара жер кетер чайпалып кадимкин хани өнөрдүн караны калар байкалып эки салттын эл билген ушуң эрмектерин айталып эми сурай турган кемим бар суроомо кандай жөнүң бар улуу жүздүн энеси лакап аты Домалак өзү кандай болду экен азан айтып чакырып атың ким деп койду экен мына ошонуң айтып бериң Құдай нұрын төккенде қарыш көктен ел бербек шығарғандай дауыс төктем жиналып қырғыз қазақ ақындары тойында жеңі жоқтың шабыш жеткен ұлыстың ұлы күні наурызда алла қой ақындарды шабыс еткен қазақтың жақсыларын жиып беріп ел бербек өз жұртына таныс еткен тамырын ғасырлардан терең тартып дүбірі Ерманастың алыс кеткен Енисайдың бойында елдік құрып тарихын бастап алған Барысбектен Саян Алтай таулары ата жұртың Қырғыз Нұрдың көлінен қамыс керткен одан кейін талас шудан тұрақ тауып Алатау баурайында сән үстелткен тәуелсіз Қырғызстан тәубәдеші тарихың жоқ назардан қалыс кеткен Қырғызға Құдай берген бақыт осы ұлтыңды ұлылықпен табыс еткен Ей, құралайдай қыздарың қылық етіп найзағайдай ұлдарын намыс еткен сұрақты қойып қалдың жара жолдан мен емес жауап таппай ада болған Қырғыз бен қазақ бүгін бірге жайлап өрісті малдарына дала толған екеуі қыз алысып қыз берісіп ұрпақтың өсуіне пана болған Домалақ ана жайлы сұрап жатсың Алталашқа әйгілі ана болған ұлы жүздің алтын құрсақ бәйбішесі аймаққа аты шыққан дана болған Ей, Домалақ ан есімі мәңгі өлмейді Бәйдібек балаларына пана болған Ел бербек жырыңдары қайырмақсың таяз судан қайырлапсың Дәулеткерей ақынмен кездескенде сен қалай шарпысудан тайынбақсың студент екендігің белгілі ғой мен түсініп отырмын жайыңды ақшың мына мендей ұстазға сұрақ қойып қалайша талабымды майырмақсың Қазақтың өз тарихын сұрай келіп сен қандай тілмен жақты айырмақсың Ей, білмеймін қандай мақсат ойыңда бар әйтеуір жақсы сұрақ дайындапсың Ей, жеңі жоқ баба тойын тойлатқанда ақылды тарихқа бойлатқанда өзіңдей ақын туып арқаланып Қырғызда айбарлансын аймақтарда сұрақты тағы дәрі қойып жатсаң ел бербек талғамыңмен жайлап таңда Ей, алдыңда университеттің ұстаз отыр сен мені студент деп ойлап қалмау Ей, отырмын өзіңменен таныспын деп
айтыс болғасын алысқым кеп, баяғы бабалардың салты менен өздеріңдей ақынмен жарыстым көп. Ей, 30-ға шейін әлі оқып жүрген әр қарай не дейді екен кәрі студент. Айтқаныңдың бары рас, ал сөзіңді дағы рас. Қару студент дегенің қабілет емес дағы рас. Ошоның барын чынында оқуған бала мен болом. Ойымдаңырды ойды құдай тоқуған бала мен болом. Қазақтың айтсам баянын қайда кетіп қалдың сен? Мен аны білген бала мен болом. Ақылыма көбірге ваң елген бала мен болом. Рас ошондон кепті баштасаң, улуу жүздүн энеси лакабаты домалак, домалак эне дейт экен. Элинин камын жеген бир эстүү эне дейт экен. Адамдан артык туулган нурдуу эне дейт экен. Ошондуктан чынында бала кезде коюлган баш кысымы бар экен. Анын аты Нурила, билип жүргүн борум. Акылыңа ушуну илип жүргүн борум. Өзүңөң аны билгениң кубат болот борум. Тегиңди жакшы билбесең аң уят болот борум. Анткенимдин себебин аныдан айтып беремин. Кайран биздин бабалар Қазақ кыргыз тең болгон, касиеттің ел болгон. Жанагы самогон жасап сасыткан, чочкосу менен аралаш чогуу бирге жатышкан. Бир топ элди каратып, бири-бирин атышкан. Арак менен күн өткөн, аюулар менен күрөшкөн. Акчалуу мейман чакырып, аялы менен түн өткөн. Элден эмес экиң эл. Болбосоң оңбогон орто кылымда, ойрон кылып чынында. Оюн менен жүрдешкен, ордого башың ийдешкен. Сеждеге башың ийдешкен, селдени башка кийдешкен. Мен айткандай жүрдешкен, мечитиме кирдешкен. Кыстогоң алып талайды, кылыч менен үйрөткөн. Kur'an menen süyleböy, Kural menen süйлöşkön. Parasatsız fanatika gemdenemez elibir. Andan beri karasan, halıstıktan adaşkan. Kara жерди talaşkan, jereneni mençip dep, 7'den 5'in karatkan. Özümçül sayasatları örttey kaptap baratkan. Burmalap adep hıymandı, buzuku önür taratkan. Oşolordun ayынан күнүгө 10 bomba жарылып, оңбогондой канаккан. Көкүрөгү булган гана көрдөн эмес элибиз. Көчмөн кыргыз аталып, көп элден көп жашадык. Көк теңирден баталып, дегелең өлгөн эмес элибиз.